Дүкенге жаңа өнімдер келе бастады оқып жүр. Дүкенге жаңа өнімдер келе бастады. Yani bu hayal bilgimiz falan. O kadar kısa ekan. Var davsız. O adına girelim. Sözler kaçkan? Sözler. Omar yani bizde qanday sözler? Zat, al endi. Aynan Moyular. Qanday zat desin? Qanday? Sizin qanday sözler var? Sin yesin. Kelesi Oynadı. Aha, qanday sözler var? Aysen o'rnida turadi. Yo'q, o'ynadi. So'rab qo'ysiz. Ne istedi? Qanday sözler var? Yetiz. Aha, Aliman. 30. Aha. Sayılsın. Bunu tamaşa yersin. Bu harfi. O'qidi. Aha. Qanday sözler var? So'rab qo'yamiz. Yetişti. Tamam. Yani Omar uyudu. Sonra oynadı sonra. Otuz. Yani o sözlerden bir sözü tanıdık söyleyip kurap yazamız ya. Endi shang'roq hadis orqali o'tganni qaytalaymiz. Biz so'z kitoblarini o'tib ya, yetishdik ya. Ya'ni bizga qarangchi, qanday asboblar berilgan? Sostoyanimiz asa, tayanimiz. Ya'ni buning barini bir so'z bilan qalay aytamiz? Sizlerge so'roq жазылған, сол сұрақтарды алып, сұраққа жауап береміз. Келесің. Біреуін аламыз, бір аспапты алып, астында Етістік қандай түрлерін білесіңдер? Етістіктің қандай түрлерін білесіңдер? Етістік құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара етістік, күрделі етістік. Tamam. Dış var. Gelin Salih'e gelin. Ayranınızın ne kadar? Етістіктің күрделі түріне мысал келтір. Не істеді? Жүгірді, не істеді? Тұрды. Dış var. Cevabı. Kim айтады, кім жалғастырды? Айнас. Оқып отыр, жүгіріп жатыр, жазып отыр. Жазып отыр, тамаша отыр. Келесі сұрақтарымыз жарайды. Енді бүгін бізде бағалау, асықпен бағалайтын боламыз. Яғни қоржында бізде асықтар бар. Бір асық бізде бір балға тең. Яғни бір сұрақ, бір тапсырма орындарында ма? Бір асықтан алып отырамыз. Түсіндік қоя? Бағалауды түсіндік па? Тамаша. Енді бүгін өтетін тақырыбымыз етістіктерді етістік туралы білетінімізді еске түсіреміз. Енді жетінші жаттығуға назар аударайықшы. Енді балалар жетінші жаттығуды орындамастан бұрын біздің қазақтың күйшілерін білеміз ба?
және Құрманғазы Сақыпбайұлы. Дина Нұрпейісова кім айтады? Күй анасы. Кімнің шәкірті? Құрманғазы? Ал Құрманғазы Сақыпбайұлы кім? Күй атасы, күйші, және кім? Композитор. Тамаша. Ендеше кітапқа назар аударайықшы. 7-ші тапсырма. Айзере тапсырманы оқып беріңізші. Керекті сөздерді пайдаланып сұрақтарға жауап бер. Керекті сөздер бізде не ол? Құрманғазы, күй атасы, дыбысты сүйегілу, ерінбеу, құлағынан кетпестей, және етістіктер тағында олардың дара немесе күрделі екенін айтыңдар. Қойылған сұрақтарға жауап берді, яғни 1 балл. Не аламыз? 1 асық аламыз, иә? Одан кейін етістер тауып дара немесе күрделі екенін ажыратады. Ол да 1 балл. Ал біріншті Мираш жауап беріңізші. Динаның ұстазы кім? Динаның ұстазы Құрманғазы. Тамаша болады. Екіншісі Құрманғазы кім? Алина? Күй атасы. Тамаша. Үшінші домбырашы болу үшін не істеу керек? Айнас, домбырашы болу үшін не істеу керек? Домбырашы. Балалар, осы сандықтың ішінде бізде тапсырма жасалған. Яғни мамандық иелерін табатын боламыз. Түсінікті? Жоқ, бірінші жауап беріп тұрған әкеліңіз. Тақтаға жазатын боламыз. Қазір барлығымыз 8 жаттығуды жазамыз. Күйші күй тартады. Тамаша, тақтаға жазамыз. Жазатын стақ береміз. Қай мамандық иесі түсіп? Мұғалім балаларды оқытады. Тамаша, тақтаға жазамыз. Қалғанын дәптерге оқытайық. Дәрігер ауруларды емдейді. Енді келесі кезекте серік күсәтін жасайық. Қол алдымызда тұрған таяқшаны қолымызға аламыз. Орнымыздан тұрамыз. Денемізді бір естеміз серкітіп аламыз. Түгел бәріміз маған қараймыз. Маған қараймыз. Яғни бізде 9 жаттығу жүктік жұмыс. Жүкпен десеңіз, бізге тапсырма берген көп нүктенің орнына дара етістер тауып жазыңыздар, күрделі етістер қатыстырып, сөйлем
жазыңыздар. Және етістіктердің астын сызыңыздар. Етістіктің астын қанша сызамыз? 2. Қане кеттік. Жүк тұғышым. Орындаймыз. Жүкпен орындаймыз. Бірінші, дара етістікті тауып жазасыздар. Одан кейін күрделі етістіктерді қатыстырып, сөйлеп құрап жазасыздар. Бірге отырып, әпке келе бастайды. Толық жазамыз. Келесі сөйлеп. Дина домбыра тартып жатыр. Әжем кілем тоқып отыр. Тағы? Болды ма? Болды. Енді айзелесіңдер. Жоспар құрасыздар. Одан үшінші топ тыр кестесі арқылы мәтіннен етістіктер тауып, оларды дара және күрделі етістікке ажырататын боласыздар. Топтық жұмыс болып, бірінші топ мәтінді бөліктермен орналастырасыздар. Екінші топ, яғни сіздер жоспар құрасыздар. Топтық жұмыс бірге боласыздар. Қана Самат, топпен жұмыс жасайды. Ерсін. Самат. Дұрыс па? Ал ендеше, кәнеки, кім қанша бал алды? 8 тамаша. Енді балалар, бүгінгі сабаққа кері байланыс береміз. Яғни тақтаға назар аударайық, кері байланыс бағдаршам әдісі береміз. Қараймыз, қызыл түс түсінбедім, сары түс сұрағым бар, жасыл түс бәрі түсінікті. Кері байланыс берейік, бірінші топ. Бәрі түсінікті. Басқа? Тез кері байланыс берейік. Бірінші топтан бастайық бірінші. Тез. Келесі. Екінші топ.